Сәлем, қымбатты менің достарым. Сіздермен қайта қауышып тұрғаныма өте қуаныштымын. Сіздермен бірге бүгін керемет балалардың қуанышына арналған, балаларды қуантатын арнайы осыны киндердің жұмыртқасын жасайтын боламыз. Оны жасау өте қарапайым, бар жоғы үйіңізде, тура осы видеода көріп тұрғандарыңыздағыдай шар, А4 форматта ақ парақ және де ПВА клей болса жеткілікті. Ал ендеше іске кірісейік. Алдын ала клейімізді суға араластырып, осылай сұйық масса дайындап аламыз. А4 форматтағы қағаздарымыздың барлығын ұсақтап кесіп аламыз. Шарымызды өзімізге ұнайтын көлемде үпіріп алып, егер үлкен жұмыртқаны қаласаңыздар, шарды барынша үлкен қылып үпіруге тырысыңыздар. Мен орташа қылып жасадым, себебі менің кішкентайым бар жоғы 3 жаста. Оның көтере алатындай ішіне сыйымды сыйлық салғым келді. Дәл осылай сұйық клейге А4 формат ұсақталған қағаздарымызды салып, бірдендеп батырып, айналдыра шарды жабыстырып шығамыз. Бұл шардың қалың болуы жұмыртқаңыздың өзіңізге байланысты. Мен 5-6 қабат жасадым. Әуелі біріншісін жасап болған кейін бірінші қабаты кебу керек. Арасында бір күн немесе 5-6 сағат өтсе жеткілікті. Мінекей, жақсылап кепті. Енді мен екінші слой, яғни екінші қабатына кірісемін. Оны да дәл жоғарғы әдіспен жабыстырып шығамыз. Екінші қатарын жабыстырғанда бірден екі қатарды өріп жабыстыруға болады. Яғни екі слой бірден жабыстыруға болады. Өзіңізге байланысты қаттыны қалаймын десеңіздер, қатты көбірек қатар өрсеңіздер болады. Жұқасы бола береді десеңіздер, жұқасын жұқалап қана 3 слой жабыстырсаңызда жеткілікті. Мен бұл жерде видеода 5 слой жібердім. А4 форматтың, яғни бар жоғы шамамен бір 100 шақтысы кетіп қалады. Мінекей, жақсылап кепкеннен кейін ендігі этап бізде безендіру. Соңғы этаптың бірі ол, мінекей видеода көріп тұрғандарыңызда бір ғана А4 форматтағы суретті шығарып аласыздар, қалаған суретпен. Сыртының аузын жақсылап ою үшін осылай қағаз сыртын аузын кесіп ыңғайлайсыздар. Шарды бірден жұлқылап жұлып алмаңыздар, шамалы тартқыласаңыздар өзі оңай алына қалады. Аузын өзіңізге ыңғайлы етіп кесесіздер. Ішіндегі тәттілері, ойыншығы ыңғайлы сыю үшін аузын өте дөу қылмаңыздар, өте кіші қылмаңыздар. Қайшы өте ыңғайсыз болды. Жай ғана канцелярский товардың ішінде мынадай кескіш құрылғыны қолдансаңыздар өте ыңғайлы екен. Осылай киндер жұмыртқасын жасап көріңіздер, балаларыңызды қуантыңыздар. Себебі баланың қуанышынан асқан бақыт бар ма? Себебі бала ешқандай арам ойсыз, жаман ойсыз, риясыз күледі ғой шіркін. Олардың бір күлгені сіздің басыңызды, яғни маңдайыңызды көкке апарып жеткізіп қояды ғой. Дәл осы әдіспен жасап, кішкентайларыңыздың мерекесін одан сайын керемет, қызықты етіп өткізуіңізге тілектеспін. Қандай мереке болса да жарай береді. Туылған күн, жаңа жыл, 8 март, жалпы балаңызға қандай қуаныш сыйлағыңыз келсе де жарай береді. Дәл осы әдіспен сыртын қағаздарын кесіп алып, өздеріңізге ұнаған клеймен немесе екі беттік скотчпен жабыстырып әсемдесеңіздер болады. Егер видеом пайдалы болып ұнаған болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Гүлдана Сауқымбаева. Келесі видеоларда жолыққанша сау болыңыздар.